Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен гнездо салатын дайындап көріңіздер. Дайындалу өте оңай, жеңіл жасалынатын салаттардың бірі. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті керек. Тазалап жуып, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Содан соң үстіне дәміне қарай тұз, түрлі дәмдеуіштерді салып, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды салып, араластырып алатын боламыз. Содан соң осылай мен сияқты қолдың көмегімен жақсылап барлық жағына тезіп шықсаңыздар, дәмді болып шығады. Міне дайын болған етіміздің бетін жауып, 35 минутқа маринадталғанша қойып қоятын боламыз. Міне біздің етіміз дайын. Келесі пешімізді 180 градуста 30-35 минутта жақсылап пісіріп алатын боламыз. Келесі картофель пай дайындайтын боламыз. Осындай 2 картоп алып, тазалап жуып, терканың көмегімен өткізіп алатын боламыз. Содан соң үстіне су құйып, дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, келесі суын төгіп, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай таза сүлгінің үстіне орналастырып, кептіріп алатын боламыз. Міне біздің теркадан өткізілген картоптарымыз дайын. Келесі қызып тұрған сұйық майда қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің картофель пайымыз дайын. Келесі шетке қойып, осындай көлемдегі пиязымызды алып, майдалап турап алатын боламыз. Содан соң туралған пиязымызды ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз салып, су құйып, тұздалғанша 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Міне мен осылай алдын ала жұмыртқаларымды пісіріп алдым. Жұмыртқаларымызды алдын ала ағы мен сарысын осылай бөлек ыдыстарға салып алатын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаның сарысын осылай вилканың көмегімен майдалап езіп, үстіне тұз салып, бір ас қасық майонезімізді салып, осылай араластырып алатын боламыз. Содан соң қолдың көмегімен осылай домалақ формаға салып қоятын боламыз. Бұны біз салатымыздың бетін сәндеуге қоятын боламыз. Міне біздің жұмыртқамыздың сарысы дайын, шетке қойып қоятын боламыз. Келесі тауықтың еті пісті. Ұзынша соломка етіп турап алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай майдалап езіп жібермейміз. Міне біздің тауықтың еті дайын. Келесі қиярымызды да осылай соломка етіп турап алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай барлығын алдын ала турап аламыз. Келесі салатымызға кірісетін боламыз. Таза ыдысымызды алып, тұздалған пиязымызды саламыз, етімізді саламыз, туралған қиярымызды салып, туралған жұмыртқамызды салып, содан соң кукурузымызды салып, дәміне қарай тұз салып, майонезімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне біздің салатымыз дайын. Келесі тарелкамызға салып, бетіне қуырылған картофель пайымызды осылай сәндеп қойып, жұмыртқаның сарысын қойып шығатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің салатымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Видео жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!